Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода ағылшын тіліндегі some және any сөздердің айырмашылығы туралы айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Ағылшын тілінде some және any сөздердің екеуі де біраз деген мағынаны білдіреді. Бірақ екеуі екі түрлі жағдайға байланысты қолданылады. Бірінші, some сөзі болымды сөйлемдерде қолданылады. Мысалы, I have some water. Менде біраз су бар деген мағынаны білдіреді. Алайда, some сөзі кейде сұраулы сөйлемдерде де қолданылады. Егер сөйлемде қандай да бір ұсыныс жасалынса, some сөзін қолданамыз. Бұл ешқандай да қателік болып табылмайды. Мысалы, could you lend me some money? Сіз маған біраз ақша қарызға бере аласыз ба? Деген мағынаны білдіреді. Және де тағы бір мысал, would you like some juice to drink? Сіз ішуге шырын қалайсыз ба? Деген мағынаны білдіреді. Ал any сөзі болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Мысалы, do you have any idea? Сенің қандай да ойың бар ма? Деген мағынаны білдіреді. Ал болымсыз сөйлемге мысал келтіретін болсақ, I don't have any water. Менде су жоқ. Сіздерге айтылған мәліметтер түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де барлығы түсінікті болса, видеоны дәл осы жерден тоқтатып, мына тапсырманы орындап көріңіз. Ал мен бұл тапсырманың жауаптарымен бөлісейін. Міне достар, бүгінге видео сабақ аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сізге видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз.